қаласы нөмір 2 Абай атындағы лицейдің 2-ші А сынып оқушысы Рамбай Алихан. Абай Құнанбаевтың аудармасынан Қарға мен бүркіт Иван Крыловтан. Қой жайылып жазды күн, шыққан екен қияғы, аспаннан бүркіт құйқылжып, сорғалап келіп ырағы. Бір қозы келіп ап кетті, құздағы құйын ұяға, екпіні күшті ер үшін, еңбек қылды жем үшін. Ұядағы балаға, көрді деміні бір қарға, желікті бір іс бастарға, қозыны да тамақ деп, кім ап шықсын дастарға, еңсеміздің ілейін қызық қылып ашарға. Деді дағы аралап, жабысты келіп қошқарға, қалсылдап, дірілдеп тырнағын салады, қанатын қайқайтып әкетпек болады. Бүркітте емес екені кешікпей-ақ білінді, жабағы тырнағы шықпастай боп ілінді, жалпылдап, қойшыларға көрінді. Әлім білмес шіркінді, Құдай әбден қарғады, қойшылар көріп күлісіп, ұстап алды қарғаны. Ұшпасын деп қимаған, қанат құйрық қалмады, бір жіпті беріп бек байлап, аяғына жалғады. Балаларға ойын боп, қор болып сөйтіп қалғаны, азат басым болсын құл, қолдан